Достарыңыздың қолдарынан бір нәрсе байқадыңыз ба? Иә. Не байқадыңыз? Басын автокөлікке бірден отырған кезде байқаған жоқпын. Уже жолға жүріп бастағанда байқадым. Машинаның алдыңғы сиденьясында жаңағы мылтық тұрғанын көрдім. Жақсы. Құрметті сот, бұл 29 қараша 2029 жылғы жауап алуында ол 27 том 20 бетте 2 абзацта жазылған. Сол сәтте мен Абзалдың қолына мылтықты автокөліктің алдына қойғанын көрдім деп жауап берген. Одан кейін Тұра тұрыңыз. Сіз мылтықты көрдіңіз. Иә. Жоқ, мен машинаға олар барлығы бірге отырды ғой. Сол кезде бірден алып келген көрген жоқ, машинамен жүріп кеткен кезде көрдім. Сол кезде Абзал алдыңғы орында тұрған. Сол кезде алдыңғы сиденьяда тұрды мылтық. мылтықтан басқа тағы не көрдіңіз? Ол кезде ештеңе көрмедім, сол моментте. Басқа кезде не көрдіңіз? Одан кейін біз Тресимерки магазиніне бардық. Сол кезде магазинге Шыңғыс, Нұрқияс, Елмира үшеуі кірді. Елмира дизи сусын алып шыққан болатын. Ол дизиді ішті ма, ішпеді ма нақты білмеймін, бірақ ол капотқа қойды. Сосын Абзал менен капотта тұрған дизиді бере саш деді. Ол еңкейіп тұрған болатын. Қолын сүртіп тұрды ма, бір бәлестеп тұрғандай болды. Сонымен мен дизиді алып келе жатқанда құя саш деді. Сонымен құйдым дизиді. Сол кезде құйып атқан кезде басында байқаған жоқпын, кейін байқадым, пышақтың жүзін байқадым. Қандай мақсатта суды құйдыңыз деген кезде жауабы қандай болды оның? Қол іздері кетіру үшін деді ма? Іздер қалмау үшін деді ғой деймін. Құрметті сот, назарыңызды аударуды сұраймын. Машинаның қай жағында, автокөліктің қай жағында тұрдыңыздар? Машинаның арты болу керек, себебі капоттың үстіне қойған болатын дизиді. Жақсы келді, қалай арты болады? Қазір ғана айтып тұрсыз ғой, капотындағы дизиді алып сол жерде жудым деп. Енді мен нақты білмеймін, машина қалай тұрғанын мен есімде жоқ. Машина қалай тұрғанын сұрап тұрған жоқпын. Сіздер машинаның қай жағында тұрдыңыздар деп сізге сұрақ қойып тұрмын. Біз машинаның шетінде тұрдық, бірақ оң жағыма, сол жағыма есімде жоқ. Жақсы, одан кейін ол пышақты кім қайда жіберді? Одан кейін біз ол жерден көтеріліп Рысқұлов ауылына қаратай шықтық қой деймін, себебі сол жаққа қарай тартылыңдар деп па, біреулер бір-бірімен сөйлесіп жатқан. Нұрқиясқа біреу звондады ғой деймін. Артымыздан келе беріңдер деді ма, сондай әңгіме болды. Сол кезде жолдан бір жерге тоқтап, Шыңғыс деген бала машинадан жаңағы мылтықты, жаңағы пышақты алып түседі. Сол екеуін алып түседі, қайтып олар келгеннен кейін 5 минуттан кейін қолдарында ештеңе болмайды. Олар құрғау келді. Шынасыл Абзалдың қолындағы пышақ Бержожаев Шыңғыстың қолына қалай өтті? Оны мен байқаған жоқпын. Бірақ Шыңғыстың алып түскенін көрдім. Бержожаевқа біреу айтты ма, ол пышақпен мылтықтың көзін құрт деп? Оны мен естіген жоқпын, себебі біз сол жерге барып тоқтаған кезде машинадан Нұрқияс құсып, ауырып, сонымен темекі шегуге шығып кеткенбіз, ал қалған машинаны түсіп жұртып өзара сөйлесіп тұрған. Жақсы, оқиға болған сәтке оралсақ, сол жерде басқа әйелдің көмектесіңдер деген дауысын естідіңіз бе? Мен жоқ, естімедім. Естімедіңіз бе? Жоқ. Оқиға орын алған сәтте басталып жатқан кезде, сіз айттыңыз, дүкеннен шығып жатқанда ерегесіп жатты дедіңіз. Сол сәтте неге алдын алу шараларын қабылдамадыңыз бірден? Мен ол кезде бір жағынан ойлаған жоқпын, ондай төбелес болып кетеді деп ойлаған жоқпын. Бір жағынан менде өзімде телефон қолымда болды, бірақ өшейін деп тұрды ма, мен есімде жоқ. Бірақ өз өмірім үшін қорықтым, бір жағынан сол үшін де звондаған жоқпын. Бір жағынан мылтықтың дауысын естігеннен кейін мен андай қорқып қалдым. Қорқып не істерімді білмей қалдым. Оқиға болған кезде, құрметті сот, мұнда 21 том 76 парақта 28 қазанда жауап алу сәтінде беттестіру болған кезде жәбірленуші Бишімбаева мен Жақсыгелдің арасында. Бишімбаева оқиға орнында Шынасыл мен Тоқтабаев ұстап тұрған кезде осы Жақсыгелдіге мен қасындағы қызға скорый, полиция шақырыңдар деп айттым деп жауап берген. Түсініп тұрсыз ба? Иә, естідім. Шынасыл мен Тоқтабаев ұстап тұрған кезде скорый мен полиция шақырыңдар деп айттым деді. Осы туралы не айта аласыз? Қазіргі таңда сіз ештеңе көрген жоқпын деп. Кім мен кімнің арасында беттестіру? Бишімбаева мен осы Жақсыгелдінің арасында 28 қазан 2024, 21 том 76 парақ.
жетпісінші бет. Жауап бере аласыз ба? Мен ол кезде ол кісіні ұстап тұрғанын көрген жоқпын, и маған өйтіп айғайлағанын естіген жоқпын. Мен ол сәт, вообще ондай сәт болған жоқ. Мен көрген жоқпын. Жалпы қай кезде автокөлікке барып отырдыңыз сонда сіз? Ештеңе көрмесеңіз, ештеңе естімесеңіз? Сол мылтықпен атылған сәттен кейін, бір 2 минуттан кейін мен сол кабан машинасына отырдым. Содан кейін где-то 5 минуттан кейін шығып ұлдарға айғайладым. Одан қайтып машинаға отырдым. Жақсы. Ол оқиға болған сәттен кеткеннен кейін жаңа айттыңыз, иә, машинаның қасында пышақты жуған, яғни дизель құйып бердім деп тұрсыз Шынасылдың қолына пышақ жуу үшін. Неге сол сәтте болмасын, неге сіз шара қабылдамадыңыз? Көріп тұрсыз ба пышақ жуып жатқанын? Я көрдім, мен ол кезде ондай жағдай өмірімде болмағаннан кейін, біреуінде мылтық болса, біреуінде пышақ тұрса, мен қорықтым, 102-ге звондауға қорықтым. Пышағы бар, мылтығы бар адамдармен жүруге қорықпадыңыз ба? Енді мен артық движение істесем, маған біреулер істеп тастамай деген қауіп болды. Не үшін ондай қауіп болды? Соттаушылар сізбен жүрген кезде сізге қысым көрсетті ма? Ондай қауіп төндіретіндей қауіп төндірді ма жалпы ондай? Жоқ, ондай қысым көрсеткен жоқ, бірақ мен оларды көптен танымаймын ғой. Мен олармен сол кезде араласқаныма өзі бір где-то бір көптеп болған жоқ негізінде. Өте көп араласқан жоқпыз. Мен оларды жақсы таныған жоқпын ешқайсысын. Көп араласпасыз, бірақ сол кезде кафеге шақырған соң барғанбыз, иә. Жақсы, әзірше сұрақ жоқ, құрметті сот. Айыптау тарабы бар ма сұрақтарыңыз? Қоя бергіңізге болады. Айтыңызшы, Дана, сіз Эльмирамен қанша уақытта таныссыз? Ау? Эльмирамен қанша уақыт таныссыз? Эльмирамен сол уақытқа дейін где-то 3 ай. 3 айда, иә? Иә. Жақсы, сіз автокөлік оқиға орын алғаннан кейін Мерседеске отырдыңыздар, иә? Қасыңызда Эльмира болды, ішінде қандай әңгімелер болды? Пышақ жайлы әңгіме болды ма? Жоқ, пышақ жайлы әңгімені естіген жоқпын, мән берген жоқпын ондай әңгіме болса да. Бірақ Нұрқайысқа біреу звондап, Питаққа келіңдер деп айтқан. Или Нұрқайыс айтты ма, сондай Питаққа келіңдер, өзіміздің Питаққа шақырды ма, сондай бір әлі болды. Қалған әңгімені білмеймін. Тағы мынандай сұрақ. Сіз мына берген жауаптарыңыз бәріне бас тартпайсыз ғой, иә? Тергеуде берген. Ешқандай бір шок жағдайда болған жоқсыз ғой? Шок жағдайда болған жоқпын, мен қорықтым. Қорықтыңыз, тек қорықтым. Енді айтып беріңізші, 5 күні Эльмирамен бірге алып жүрді ма тергеу әрекеттеріне? Бізді 3 күні сол түнде ұстады ғой. Түнде ұстағаннан бізді 4 күні келесі түнге дейін 1 сутка ұстады. Сол кезде екеуміз екі жақта жүрдік. Ау, көрген жоқсыздар? Иә, екеуміз екі жақтан алды просто. Мен сұрағым жоқ, құрметті. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыз. Жәбірленушінің өкілі Бағдат Амандосұлы. Айтыңызшы, сіз жаңағы құрбыңыз Эльмираға тауда тұрған жерде сіздер ана дези алып, жаңа өзіңіз айттыңыз, пышақтың жаңа жүзін жууға құйдым дедіңіз. Содан кейін бір тау жаққа қарай кеттік дедіңіз бе? Сол кездерде айттыңыз ба? Такси шақыртуға бір әрекеттер жасадыңыз ба кетіп қалуға? Иә, біз 37 жақтан қайтайық дегенде, олар қазір міне тауға түсеміз, апарып тастаймыз деді. Одан тау жақта бізде сет ұстаған жоқ о жақта. О жақта вообще сет ұстамайды. Содан ұлдар уже Талғарға түсеміз, жүріндер үйге апара жатқан біз негізінде. Сол кезде ойлағанбыз қазір Талғарға жеткенде дальше өзіміз 102-ге немесе жаңа полиция қызметкерлеріне звондап, немесе барып ескертеміз деп. Сол кезде бізде жолдан уже ұстаған сотрудниктер. Біз сол кезде үйге апара жатқан болатын олар. Сіз жаңа мемлекеттік айыптау тарабы сұрақ қойды сізге. Не үшін сіз дезиді жаңағы ана пышаққа құйып, жаңағы Шынасыл жуған білдіңіз бе деп? Сол кезде сіз не деп жауап бердіңіз? Мен жуған білген жоқпын, дези капотта тұрған, Абзал еңкейіп тұрған, қолын сүртіп па, оны нақты білмеймін. Сосын маған айтты, дезиді бере саш деді. Соны жарайды деп бере жатқан, құйып жаш деді. Сонымен құйып жатқам, өзі мен шынымды айтайын, бір қолымда темекі тұрған, мен байқаған жоқпын не екенін. Сонымен құйып жатқаннан кейін қарағанда пышақтың жүзін көрдім. Сосын қолына бердім де кетіп қалдым. Ал тергеу барысында Шынасыл сізге не деді? Беттестіру кезінде? Беттестіру кезінде, иә, қолымда пышақ болды деп айтты.
Қандай мақсатта суды құйдыңыз деген кезде жауабы қандай болды оның? Қол іздері кетіру үшін деді ма? Іздер қалмау үшін деді ғой деймін.